Түркістан шаһарындағы жаңадан құрылған Отырар мөлтек ауданында қазір 660 пәтерлі 11 тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Әр үйде 60 пәтерден болады. Нұрлы жер бағдарламасы аясында салынып жатқан баспаналардың барлығы да 5 қабатты. Жобаның сметалық құны 4 миллиард 102 миллион теңге. Бұйыртса алдыңғы 2 жылдың ішінде баспана кезегінде тұрған түркістандықтар қоныс тойын тойлайтын болады. Жаңа пәтерлер алдымен әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған жетім балаларға, апатты үй тұрғындарына және бюджеттік сала қызметкерлері мен тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға беріледі. Айта кету керек, қазір Түркістанда 8 мыңнан аса тұрғын баспана кезегінде тұр. Бұйыртса, құрыш-қолды құрылысшылардың арқасында ол мәселе кезең-кезеңімен шешілмек. Осындай Түркістан қаласының дамуына, өркендеуіне атсалысып отыр. Осындай менің мамандығым осындай қыш қалаушы, электродәнекерлеу жұмыстар қолымнан келеді. Мен осындай тұрғын үйлер салынып жатыр осында. Соған атсалысып жатыр. Осындай жастар істеп жатыр осында. Сондай-ақ жеке инвестордың есебінен 360 пәтерлі 6 несиелік тұрғын үй бой көтеруде. Бұдан бөлек қазір тағы да 540 пәтерлі 9 үйдің инфрақұрылымдық желілері тартылып жатыр. Бұл баспаналардың барлығы келесі жылы толық аяқталып, ел игілігіне беріледі. Сол кезде 1560 отбасы қоныс тойын тойлайды деп күтілуде. Сонымен қатар құрылыс сапасына да аса зор мән берілуде. Сапасы үшін қадағалаушы органдар бар. Бізде жаңа технадзор дейміз, авторымыз бар, жастық бар, бәрі келіп қадағалап отыр. Енді анша-мұнша кемшілік болып жатса, жаңағы ескерту жасап, біздің жаңа кеткен қателіктерімізді жөнеліп жатқан жайы бар. Енді мүмкіндігінше қателік жібермеуге, сапасын сапалы жасауға енді атсалысып жатқан жайымыз бар. Бір қуантарлығы мұндағы жұмысшылар мен мамандардың барлығы дерлік өз азаматтарымыз. Сондай-ақ құрылысқа қажетті материалдар да отандық өнімдер. Бұл өз кезегінде көңілге де үлкен сенім ұялатқандай. Қазірдің өзінде Түркістан қаласында 162 мың халық тұрады. Ол 2030 жылдары 350 мың, ал 2050 жылы 500 мыңға жетеді деп болжануда. Бұл дегеніңіз 200 мың пәтер, ал осы аралықта құрылысшылар болса 1 миллион 400 мың шаршы метр үй соғуымыз керек дейді. Түркістан қаласынан Мұхтар Атабек, Талғат Елебеков, Мұқан Мұратұлы, Тұран Ньюс.